Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді балық қуыратын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен балығымызды тазалап, іші сыртын жақсылап тазалап алып, осында бірнеше бөліктерге бөліп, мен балықты жуып, тазарған соң осылай тұздап 2 сағатқа қоятын боламын. Дәл осылай барлығын тұздап, осылай қойып қоямын. 2 сағаттан кейін осы балығыма крахмал, яғни кукурузный крахмалды ұн сияқты етіп сеуіп алатын боламын. Өйткені бұл крахмал балықты шашырап кетпеуіне, еттерінің кукурузный крахмалды балығымыздың еті ыдырап, шашырап кетпеу үшін қолданамын. Осылай ұн сияқты қылып жоқалап сеуіп аламын. 2 бетіне, жан-жағына барлығына тиюі қажет. Піскен кезде де дәмі өте хрустящий, әдемі болып шығады. Қатты болмайды, балығымыз жұмсақ болып шығады. Осылай ыдысымызға балықтың жартысындай бататын қылып құйып аламын. Қатты қызған отта осылай балығымды салып, қызарғанша пісіріп аламын. Көріп отырсыздар, балығым ешқандай шашырап жатқан жоқ. Еті барлығы өз формасында сақталып тұр. Осылай 2 бетін аударып аламын. Менде бар жоғы 2 бетін аударып пісіргенде 5 минут уақыт өтеді. Өте әдемі қызарып піскен балық. Қараңыздар. Менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осылай крахмалмен дайындап көріңіздер. Бірінші балығымның екінші бөлігін осылай салып алдым. Екінші бөлігінде дәл осы майға қызарғанша пісіріп аламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Көріп отырғандарыңыздай, балығымыз ешқандай шашырап жатқан жоқ. Кей кезде ұнға аунатып пісірген кезде балығымыздың еті бұлжырап, сүйегінен бөлініп жатады. Бұл жерде ешқандай ондай жағдайды байқап тұрған жоқсыздар. Сол үшін міндетті түрде осылай крахмал қосып пісіріп көріңіздер. Балығымыз да өте тез пісіп жатыр, көріп отырсыздар. Жақсы қызарып пісіп жатыр. Дәл осылай міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Балығымыз дайын, көріп отырсыздар, барлығы өз формасында піскен. Ешқандай шашырап тұрған жоқ, балығымыз өте жұмсақ, түрінен ақ көрініп тұр. Өте дәмді балық дайындағыларыңыз келсе, дәл осылай дайындап көріңіздер. Менің рецептім ұнап жатса, менің YouTube каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Осы дайын балықты түрлі соустармен қосып жей беруге болады. Барлықтарыңыз ас болсын. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.